Армысыздар достар, қазір мына PicsArt деген бағдарлама бар. PicsArt деген приложение бағдарлама. Осымен фотодағы киімнің цветін өзгерте саламыз. Түкте қиындығы жоқ. Мындай PicsArt'ты қойып аласыздар. PicsArt iPhone-ға да, осымен неге де келе береді. Неге Android-қа да. Эффекті дегенді басамыз төменнен. Бұл жерде эффектінің астында мындай назерлері көп бұл жерде. Я? Бұл жерде әкелемізде мына цвет дегенге баса қоямыз. Мына форма деген тұр міне. Цвет деген тұр, поп арт деген тұр да. Сізге қайсысы ұнайды, соны қойып алыңыз міне. Цветті қойып алдық. Енді ішінде замена деген таңдаңыз. Замена. Мына қыз бала тұр, соны таңдадық. Әкелдікте мына киімнің үстіне қоя қоясың, осылай жіберіп қаласың. Одан кейін міне киімнің цветін осылай алмастыра бересіз. Яркий жасыл цвет қылып қояйық. Жасыл цвет қылып қойдық. Өзіңіздің киіміңіздің цветін өзгерте бересіз. Түкте қиындығы жоқ. Мына птичканы баса қоясыз. Сақталды. Одан кейін телефонға да сақтап аласыз, галерея. Болмаса мына жерде битті поделицаны басып, Инстаграмға да қоя бересіз. Түкте қиындығы жоқ. Поделицаны бастық. Қазір қараңыз міне. Инстаграмға қоя бересіз. Міне сториске сала қоямыз. Достар, каналға жазылуды ұмытпаймыз, подписаться баса салың. Міне, киімнің цветі жасыл болып өзгеріп тұр. Кеттік поделиться. Жақсы достар, видео ұнаса лайк бас, комментарий жазып кетерсіздер.